Сәлеметсіздер ма, білім алушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын басында жақсы тілектеріңізді бір-біріңізге тілеп отырайық. Ал Мерей, мен сізден бастаймыз. Менің тілегім сізге бүгінгі сабаққа белсенді қатысуыңызбен. Аслан, бүгінгі сабаққа сәлем. Менің қолымда не тұр? Қандай зат? Кубик әдісі бойынша үй тапсырмасын білімімізді нығайтайық. Кубиктің бұрыштарында сұрақтар жасырылып тұр. Сол сұрақтарға жауап бересіздер. Кімге қандай сұрақ түседі, өздеріңіздер жауап күтемін. Ол бағаланады бізде. Білесіздер, мен сіздерге дайындап қойдым. Міне мынандай смайликтер. Қанша кім жақсы сұрақтарға кім көбірек смайликті жинайды, сол бағалары жақсы шығады бүгінгі қорытындыда. Жарай ма? Жарайды. Ал кеттік. Кімнен бастаймыз? Мерейден бастаймыз. Мерей, кетті саған. Маған түскен сұрақ тыныс алу жүйесінің онкопатологиясындағы емнің түрлерін атап өтіңіз. Бізде хирургиялық ем, сәулелік ем, химиотерапия, симптоматикалық ем және таргенттік және де иммунотерапиялық ем. Ентігу кезіндегі алғашқы көмек. Ең алдымен дәрігерге хабарлаймыз, науқасқа повер қалпын береміз, басын 45 градусқа көтеріп қоямыз, және де үстінен қысып тұрған киімдерді шешеміз, терезені ашып, бөлмені желдетеміз, және де науқасқа оксигенотерапияның беруді қамтамасыз етеміз, және де болғаннан кейін науқастың функционалдық жағдайын бақылап отырамыз. Оттегі жасықшасымен ылғалдатылған оттегіні беру. Мақсаты ұлпалардағы оттегін жоғарылату, қолдану көрсетімдері: әртүрлі тыныс алудың бұзылуы, тұншығу, газбен улану. Науқасқа ем-шара барын ұсындырып, рұқсатын аламыз. Одан кейін біз қолды гигиеналық деңгейге өңдеп, қолғапты киеміз. Ең бірінші біз масканы оттегі жасықшасына жалғаймыз. Одан кейін ылғалдатылған дәке салфеткасын аламыз. Ылғалдатылған дәке салфеткасын біз маскаға саламыз. Одан кейін бұл масканы науқасқа кигіземіз. Арақашықтығы 1-1,5 см болады. Одан кейін оттегін жібереміз. Науқасқа ауызбен демалып, мұрынмен шығаруын сұраймыз. Одан кейін оттегі азайған сайын оттегі жасықшасының қарамағын бетін қайырамыз. Оттегін толығымен баруын қамтамасыз етеміз. Оттегі бар болған соң, одан кейін науқастан масканы аламыз. Ылғалдатылған дәке салфеткасын қауіпсіз жоғалған контейнерге саламыз. Ал масканы спиртпен өңдейміз. Одан қолды жуып кептіреміз. Бізде асқазан обырымен ауыратын науқастарға жүргізілетін диагностиканы атап өтіңіз, және де аспаптық зерттеу дегеніміз не және оның түрлері. Бізде асқазан обырымен ауыратын науқастарға жүргізілетін диагностиканы келіп атап өтетін болса, ең алдымен бізде анатомия және де жалпы қарау, содан кейін аспаптық зертханалық зерттеулер және де қосымша зерттеулер жүргізіледі. Бізде зертханалық зерттеуге келетін болсақ, жалпы қан анализі, биопсия және де ісік маркерлері алынатын болады. Және жасырын қанға нәжісті ал диагностикасына келетін болсақ, бізде рентген, биопсия алынады, КТ, МРТ жүргізілетін болады. Ал қосымша зерттеу әдістеріне келетін болсақ, бізде гистология зерттеу әдісі жүргізіледі. Ал білім алушылар, жаңа тақырыпқа көшпес бұрын сергіту сәтін орындайық. Мен сіздерге жаңағы медициналық терминдермен және медициналық әрекеттерді айтамын. Сіздер іс әрекетпен көрсетесіздер. Бұл қандай мақсатта? Сіздердің ойлау қабілеттілерін жақсарту мақсатында. Жарай ма? Ал кеттік. Денсаулық, инъекция, термометрия, маска,
денсаулық, қол жуу, термометрия, маска, денсаулық, инъекция, қол жуу, денсаулық, науқасты тыңдау. Білім алушылар, бүгінгі тақырыпқа байланысты мен сіздерге құпиялы сандықты алып келдім. Сандықтың ішінде бір зат жазылған бүгінгі тақырыппен байланысты. Ал бүгінгі тақырыпқа және көмекші сіздерге мынау сүйрет болады. Қарап жүрсеңіздер, ал не бар сандықта деп ойлайсыздар? Немен байланысты деп ойлайсыздар? Немесе мынау сүйрет. Бұл бізде ішек онкологиясы. Ішек жақтан, иә? Енді ішек жүйесін талқылаймыз бүгінгі таңда. Дұрыс айтасыздар. Дұрыс айттыңыздар бүгінгі тақырыпты. Енді ішіндегі затты ашайын ба? Сіздер енді ол жаңалық болып шығатын шығар. Мынандай зат аты нәжіс қабылдағыш деген сөз. Бұл осымен бүгін байланысты болады тақырыбымыз. Хорошо, жақсы. Сіздер білесіздер, қазір енді біз бүгінгі жүйе талқылайтын жүйеміз ол ішектің онкологиясымен ауыратын науқастарға паллиативті көмек пен күтім тақырыбында. Білесіздер, бұл ішек онкологиясы қазіргі таңда саны көбейді. Ең жиі кездесетін тоқ ішек қатерлі ісігінен тоқ ішек қатерлі ісіктер саны көбейді. Жасын алатын болсақ, егде адамдарда жиі кездесетін болды және 60-тан асқан жастарда осы қатерлі ісік кездеседі. Сіздер аурулардың түрлерін атап өтсек, атасаңыздар, таныс сіздерге Тоқ ішек обыры, тік ішек обыры. екеуі ғана білесіздер бе? Абымен стигматарды обыр және де соқыр ішек обыры. Хорошо. Статистикаға келсек, мен жаңа сіздерге айтып кеттім, жаңағы қазір көбейіп кетті санымен. Себеп жақтарынан айтып кетсек, себептерінен насихат. Статистикалық себептерге келетін болсақ, ең бірінші себептер ол көбіне созылмалы ауруларды емдемелердің артынан осындай онкология пайда болып жатыр. Осы шекке келетін болсақ, ең бірінші мысалы көп адамдарда геморрой болған кезде немесе колит, емделмесе, қансыраған геморройдың соңында осы онкологияға көбінесе алып келіп жатыр. Және де әртүрлі зиянды әдеттер осы созылмалы ауруларды тосқандыру. Бөлім талқылайтын ол балалар, білесіздер, қатерлі ісіктердің именно ішек онкологиясындағы жалпы және негізгі белгілерін атап өтсеңіздер. Апай, жалпы белгілер айтсаңыз. Жалпы белгілерін. Жалпы белгілер бізде әлсіздік, шаршау, тәбетінің төмендеуі, интоксикация және де ауырсыну болады, және де салмақ тастау болады. Бірінші бізде нәжіс өзгереді. Нәжісте бізде қанды, шырышты, іріңді нәжіс бөлігі болады, запор болады, диарея болады, метеоризм болады. Негізгі белгілер. Және маңыздысы ең жаңа негізгі белгісі ол ауырсыну. Ауырсыштың эпигастр аймағында. Диагностикалық түрлерін атап өтсеңіздер, қалай біз диагноз қоямыз екен ішектің онкологиясында? Ішек онкологиясында бізде диагностика клиникалық, зертханалық, аспаптық, рентгенологиялық және де бізде радиациялық, морфологиялық болып бөлінеді. Бірінші клиникалық бұл бірінші анамнез жинаймыз, шағымдарын. Содан кейін барып физикалық тексереміз, яғни пальпация, перкуссия, аускультация. Содан кейін барып саусақты рекстальды тексеру, бұл көбіне 80% анықтауға көмектеседі. Содан кейін зертханалық, бұл жерде біз жалпы қан анализін және де нәжісті жасырын қанға зерттейміз. Содан кейін аспаптық, бұл жерде біз ивигоскопия, колоноскопия деген сияқты жүргіземіз. Ал радиациялық КТ, МРТ, ПЭТ-КТ жүргіземіз. Морфологиялық бұл биопсия аламыз, яғни эндоскопиялық зерттеу арқылы нәжістен немесе жаңағыдай ішектен ректоромоноскопия арқылы биопсия аламыз. Рахмет. Ішек қатерлі ісігін емдеу, енді сіздер жаңа қайталап айтып кеттіңіздер, хирургиялықтың өзі бөлінеді, жаңа радикалды емі және паллиативті. Жаңа паллиативті ем дегеніміз енді жерде ішекті қатерлі ісікке шалдыққан ішектің бөлігін алып тастайды да, және сау жерін, сау ұшын сыртқа шығарады. Оны біз айтамыз, жаңағы стома қоямыз сыртқа, жасанды тесік жасау, қарап отырсаңыздар, стома деп айтамыз. Бұл жерде ішек стомасы туралы айтып кетсек, енді біз стома дегеніміз ол жасанды тесік, білесіздер, атауларын білесіздер ма? Енді жаңағы
қай жерде орналасқанына байланысты оның атаулары бар, иә? То есть кеңірдекте орналаса, не дейміз? Трахеостомасы. Дұрыс айтасың. Асқазанда орналаса, дұрыс айтасың. Енді біз ішекке келдік, ішекте жаңағы орналасқанына байланысты. Мықын ішекте орналаса, оны илиостома деп айтамыз, иә? Ал тоқ ішекте орналаса, оны колостома. Стоманың түсі, бізде сау түсі, енді білесіздер, қызыл түсі болу керек, иә? Қараға, бозару, немесе көгеру түстеріне, қара түстеріне айналса, біз көрсек, бұл жерде дереу дәрігерге хабарлау керекпіз. Көрсеңіз. Бұл жерде тағы да айтып кету керек, маңыздысы стомасы бар науқастарда тамақтану ерекшеліктерін білу керек. Күнде 3 уақыт тамақ ішсе, бұл жерде ерекшелігімен илиостомасы бар науқастар күніне 4-5 рет тамақтану керек. Тағы да қандай ерекшелігі? Жылы түрінде, сұйық түрінде, жиі газдалған тамақтар, сусындар болмайды бұл жерде. Және операциядан кейінгі 4-5-6 апта клетчаткаға бай және нәжісте қорытылған тағамдар, заттар көп жаңа қолдануға болмайды, иә? То есть шектеледі. Күніне, енді қарап отырсаңыздар, жаңағы 1,5-2 литрдей сұйықтық ішу керек екен, тұз 6-9, аз мөлшерде, жылы түрінде деп айттым, иә? Көрдіңіздер ме? Құрғақ тағамды қолдануға болмайды. Ал колостомада енді операциядан кейін 1-2-7-3 қалыпты жұмысына келгенше шек, ол жерде енді кішкене диета ұстанып тұрады, ары қарай енді пациент диетада шектеулер болмайды. Тек қана жаңағы метеоризмге алып келетін тағамдарды жеуге болмайды. Стомасы бар науқастарға жаңағы паллиативтік көмек және күтім деп жатамыз. Күтім жағынан ол бірінші сіздер білесіздер, функционалды жағдайын бағалау, маңыздысы. Екіншісі, маңыздысы нәрсе ол ауырсынуды басу. Үшіншісі, ол пациенттің гигиеналық тазалығын сақтау. Науқасқа ем-шара мақсатымен барысын түсіндіріп, оның рұқсатын алдық. Біз пленка немесе жайғақ төсейміз, ал оның үстіне жай қабылдағыш, яғни суднаны қоямыз. Пациентке енді ыңғайлы қалып беру керек болады. Пациентті біз шалқасынан, яғни арқасына жатқызып, оның тізесін бүгіп, шатырлықтарын кішкене ажыратуымыз сұраймыз. Бұл процесс жасағаннан кейін біз енді өзімізге көшеміз, яғни халаттың сыртынан ажыратқыш киіп, қолымызға қолғап киіп, қолымызды гигиеналық деңгейде өңдейміз. Келесі қадам бізде эснат кружкасы немесе кувшин, яғни құмыра арқылы бұл процесс жүргіземіз. Бізде эснат кружкасын 37-38 градустағы жылы суды аламыз.
сол қолымызға алып, сол қолдың бірінші және екінші саусақтарымен фиксация жасаймыз. Жасағаннан кейін біз оң қолымызға картсаңты алып, таза сарылыстандырған клеткаларды аламыз. Бізде жыныс мүшесін жуу процесі жоғарыдан төмен қарай жүреді. Сондықтан ең алдымен қасағадан анау тесігі аймағында жуып өтеміз. Біз ең алдымен қасақ аймағы әр жоғарыдан төмен түскен сайын біз пакет клеткаларын тастап отырамыз. Ауызша жоғарыдан төмен. Және екіншісі бізде үлкен жыныс жерінде тастаймыз. Және келесісі жұмыс. Одан кейін кіші жыныс енелері. Кіші жыныс енелері тастаймыз. Және шаталығы. Және соңынан мынаны тесігін жуып өтеміз. Біз макушкасын бекітеміз. Енді бізде құрғату процесін жасаймыз. Картаны алып, таза залалсыздандырған құрғақ клеткаларды алып құрғатамыз. Бүгінгі жаңа тақырыбымызды нығайту үшін білімімізді тест сұрақтарымызбен аяқтайық. Сол үшін сіздерден белсенді қатысуыңызды сұраймын. Сұрақтарға жауап береміз. Бағаланады ол да. Бастайық. Стомаға арналған нәжіс қабылғашының негізгі міндеттері. Кім айтады? Бізде уақыт шектеулі. Арайлым. Нәжіс мақсатында да не шығарады? Көрейсіз. Жарайсыз. Колостома қай жет бөлігіне жасалады? Колостома балалар. Марал. Илиостома қай жет бөлігіне қойылады? Екі компонентті нәжіс қабылдаудың ерекшелігі? Санат? Екі азаматтан тұрады. Уақытша стома не үшін қойылады? Уақытшасы бар, тұрақтысы бар. Ішек жарақатымен қабылдайды. Ол бағалауларыңыз қой сіздер. Балалар, енді өзіндік жұмыстарыңызды көрсетіңіздер, ол да бағаланады. Сіздерге дәптерлеріңізде күнделік үй жұмыстарыңыз қайда көрсетіңіздер, кластер, тағы не қылдыңыздар? Жарайсыздар? Жарайды. Жарайды. Білім қоржыны тұр. Осы білім қоржындарына бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді, ақпараттарыңызды, мәліметтеріңізді салсаңыздар. Асып пен сіздер енді өз нелеріңізді, нәтижелеріңізді айтасыздар. Ұстаңыздар. Таратыңыздар балаларға. Мен бүгін стома дайында түсіндім, маған стома дайында барып түсіндім болды. Мен ішек онкологиялық аурулардың диагнозын, емін және де күтімін түсіндім. Стома қай кезде қолданылатынын, стоманың түрлерін жалпы түсіндім. Маған бүгінгі сабаққа ең бірінші онкологиядағы ауыратын пациенттарға көмек өте түсінікті болды. Ішек онкологиясын Бастаймыз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Рахмет, белсенді қатыстыңыздар. Қош сау болыңыздар енді.